Так, бізде нағыз ұбт 2025 жыл биология пәні 26 мамыр күні ұбт-да келген сұрақ. Генетикалық есеп көп келді дейді, қоянның суреті беріледі, қара, ақ, көк қояндар дейді. Ол мынау. Яғни 10 сынып бойынша бізде гендердің өзара реттеусі эпистаз деген бойынша есеп келген. Бізде тура осы есеп немесе осы сызба немесе басқа сызба келуі мүмкін. Сіздер осы сызбаны түсініп алу үшін осы мен сіздерге қазір этаппен кезеңмен талдап көрсетемін. Видеоның соңына дейін көрсеңіз осы есепті шығаруды үйреніп аласыз. Бұдан былай сізге қиындық туғызуы мүмкін. Енді бұл жерде негізгі идеяны түсіндіріп кетейін. Бірінші, бұл жерде қояндардың мынау көк түсті қоянның тұқым қуалау заңдылығы бойынша бұл есеп негізі табиғатта. Яғни қоянның түсі және түс қанықтығы тұқым қуалау көрсетілген. Яғни бұл жерде бірінші түстің болуы, екіншісі сол түстің қанықтығы. Сонда бізде екі түрлі белгі бар, демек екі түрлі ген тасымалдайды деген сөз. Оны біз А және Б деген әріптерді қолданамыз. Енді бұл жерде мән беретін болсақ, А мен Б неге жауап береді? А гені ол түске түс береді. Яғни үлкен А болса, ол бізде түс болады деген сөз. Ал үлкен А жоқ болса, ол түс болмайды. Демек түс жоқ, ол деген сөз ақ түс болады деген сөз. Мына жерге мән берейік. Мына жерде үлкен А деген бар, демек түс бар. Мына жерде де үлкен А, кішкентай А, демек үлкен А бар, біреу болса болды, түс бар деген сөз. А мына жерде қарасаңыз, мына кішкентай А, мына жерде де кішкентай А, мына жерде де кішкентай А, демек бұл жерде түс жоқ деген сөз. Яғни А деген ген ол түстің болуына жауап береді, үлкен А. Ал үлкен кішкентай А болса, ол жауап бермейді. Ал енді мына жерге қарайтын болсақ, үлкен А бүйтіп қойғанда, мына қараңыз, үлкен А негізінде сызықша астында болу керек, кейін үлкен Б сызықша астында қойған. Мына жерде кез келген бола береді деген сөз. Маңызды емес. Кішкентай Б болса да болады, немесе үлкен Б болса да болады. Жерде кішкентай А болса да болады, немесе үлкен А болса да болады деген сөзде мән берілмейді деген сөз. Мында сызық соны білдіреді. Мына жерде де үлкен А сызықша қойған. Демек ол жерде кішкентай А немесе үлкен А болса да бола береді. Маңызды емес. Енді Б генін келейік. Б гені ол неге жауап береді? А гені түсінікті болды деп ойлаймын. Б гені ол неге жауап береді? Ол түстің қанықтығына жауап береді екен. Яғни үлкен Б болса, демек ол қою болады түсті. Яғни қою түс деген ол қара түс деген сөз. Міне. Үлкен Б, кішкентай Б ғой, қара түс. Үлкен Б болса болды, қара түс болады. Ал енді үлкен Б болмай, орнына кішкентай Б болса, ол ашық түс болады. Мына жерде қараңыздар. Кішкентай А, кішкентай А. Кішкентай А, кішкентай А. Демек кішкентай А, кішкентай А болса, ол бізде ашық түс, яғни көк түс болып есептеледі екен. Енді мына жерде қарасаңыздар, кішкентай А, кішкентай А бар. Неге бұл көк болмайды? Немесе мына жерде үлкен Б бар ғой. Кішкентай А, кішкентай А. Мынаны бүйтіп көрсеткен ғой. Және үлкен Б кез келген болуы мүмкін, кішкентай Б да үлкен Б да болуы мүмкін. Бірақ неге бұл жерде мынау қара немесе ақ түс болмай тұр? Себебі мына жерде алдында кішкентай А бар. Ол мынау түсті көрсетпейді. Яғни түс жоқ болып келеді. Оны бізде эпистазда супрессор ген деп аталады. Яғни супрессор ген бұл жерде рецептті болып тұр. Дәл осындай жағдайда ол неден күшті болады? Екінші геннің аллель доминантысынан күшті болады. Бұл жерде үлкен болса да, кішкентай болса да, не үлкен күшті болады? Мынау үлкен А, кішкентай, яғни супрессор ген болып өтіледі. Супрессор ген. Супрессордың екі түрі болады. Бұл жерде рецепті супрессор и доминант супрессор деген бар. Ол бөлек есеп болады. Енді мына жерге жағдайға қарайтын болсақ, бізде ата анасына қарайық. Бірінші мынау аналық көк қоян. Бұл жерде түс бар, үлкен А бар. Және көк болу себебі кішкентай Б бар. Ал енді мынау аталық қоян ақ түсті, себебі үлкен А жоқ, демек супрессор ген бар. Үлкен А жоқ, демек түс жоқ деген сөз.
яғни демек мынау үлкен б бола ма кішкентай б бола ма маңызы жоқ, түс болмайды, ана ақ түс болады. Енді осының ұрпақтарына қарайық. Яғни осы ата анадан, яғни көк және ақ қояннан бұдан бізде F1 ұрпақ алынды. Барлығы қандай фенотипі қара түсті болады. Себебі бұл жерде үлкен А бар және үлкен Б бар. Демек үлкен А бар түс бар деген сөз, ал үлкен Б бар демек қара түс, қанық түс бар деген сөз. Яғни 100% не болып шығады? Барлығы қара қояндар болып шығады екен. Яғни бұны генотипін біз дигетерозиготалы дейміз, иә. Енді осы F1-ді өзара будандастыратын болсақ, иә, қара қоян мен қара қоянды дигетерозиготалы. Бізде не болады? Бізде 16 нұсқа шығады ұрпақтың, яғни F2. 16-тан 9-ы бізде қара болады. Себебі бұл жерде үлкен А да бар, үлкен Б да бар. Ал 16-тан 3-і бізде көк қоян болып шығады. Ол деген сөз үлкен А бар, түс бар, бірақ кішкентай Б болады. Сондықтан көк түс болады. Мына жерден көрсетіп жіберейін. Міне генотиптер мынандай болады. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, кішкентай Б екеуінде де, иә. Бірақ үлкен А бар, түс бар. Яғни 16-тан 3-і үлкен Ада, үлкен А бар болғанмен, үлкен Б жоқ болғандықтан көк түс болады. Ал енді 16-тан 4-і бізде ақ түс болады. Оның себебі А жоқ, үлкен А жоқ. Міне үлкен А жоқ міне. Демек супрессор ем ғана болады. Ол бізде ақ түсті береді. Яғни түс жоқ деген сөз ақ түс деген сөз. 16-тан 4-і қалай ол? Міне мына жерде 3 деп қойған. Яғни үшеуі кішкентай А, яқта үлкен Б болады, немесе кішкентай Б болуы мүмкін. Осындайдан үшеуі және бір гомозиготалы рецепт, яғни кішкентай А, кішкентай Б, төртеуі ақ түс болады екен. Жалпы қорытындыға келетін болсақ, бізде ажырау бойынша 9 қара, 3 көк және 4 ақ болып ажырайды. Егер бұл есеп сізге түсінікті болса, өзіңіз дәлелдеңіз. Ол үшін сізге мынау салғастыру бойынша фенотип және генотиптің ара қатынасын көрсетіңіз комментарийда. Егер де түсініксіз болатын болса, сұрақтарыңызды комментарийда жазыңыз, немесе басқа досыңыз осы есепті шығара ала ма тексеру үшін осы есепті жіберіп қойыңыз. Жақсы, келесі есептерде жолыққанша.